Zor eкен бірақ, Бұның ең конкурстан осы алмады, болмайтын жұмыстар алдық. Сөйтіп конкурстың мүшелерімен, алматинскілермен сізге мағынасы бар екен. сосын жабылуын айтса, бұл любой жаққа жабылмайды, тек қана белгілі. Қала жәнеге жабылады. Бұл бір. Астын көрсетіп жіберсеңізші. Асты мына шарлар. Бұл да. Шарлар. Айланып жүреді кәдімгі. Шемадандар бар ғой, астында патемигі бар. Сол сияқты. Жаңбыр жауайды. Жоқ, тәрекем, мынаны түсінеміз. Тәрекем, мынау ағаш, бұл жұмыста шынар ағашынан жасалған. Мына жерде қорқыттың күй тартып отқан әлі бітпеген жұмыс бұл. Мына қолымызды кәдімгідей тер тартып, қылын тартып, яғни сым учетін жасаймын. Қорқыт атамыздың 20 жасында жаңағы қорқыт қай жерге барса да өзін көрген ғой. Кімнің көрі десе қорқыттың көрі дейді екен. Сонымен теңіздің бетінде отырып өлімнен қашып отырған ғой. Сонда тартып отқан күйлері адам мысалы өлең айтса домбырамен сөзіне мағына береміз ғой. Ал күйді түсінетін адам деп тыңдайды да, түсінбейтін адам не істейді күйді? Бұл түсінбейді. Түсінбеген соң, мына жерде мен соны күйді қорқыттың табиғатты жырлап отқан тұрып қалға бөріден жаралған. Бөріден дейді да, көк бөріден. Көк бөрі төбеде ұлып тұр. Мына жерде резинамен тартып тастадым. Бұл жаңа мына жағы басы арыстан, мына жағы қанаты бүркіт болып келеді да, скифтердіңкі. Одан кейін оның астында шар, әлем. Бұл жерге тек Қазақстанның картасы ғана түседі, ойылып. Басқа ешқандай мемлекет, ешқандай ие түспейді бұл жерге. Қазақтың жұмысы, және де мына жерде қырғилар, мына үйректерге қырғидай тігіп жатыр ғой мына. Көрдіңіз бе? Үйректер міне жан айқынып, құйрығынан тістеп алған, қашып жатыр мына біреулер, мына екеулері былай қарай қашып жатыр. Күйді, табиғаттың күйлеп, табиғатты күй арқылы қорқыт атамыз беріп отыр да, сонымен осы жерге туынды арқылы сегіз жерінде осы жерге. Көрдіңіз бе? мынау шар. Шар. Бұл толық жұмыс қой, монолит былай айтқанда. Монолит осыдан бүтіндей шыққан ғой осы. Ешқандай жалған, ештеңесі жоқ. Осы шыштардан өз қисықтымен бұны туралаған жоқ. Тұрсын қараңыздар, қисық тұр дұрыс па? Қалай тұр? Содан шығардым. Әлі мына жерде қорқыт атамызды жылан шағып өлтірген дейді ғой. Торсықта болмаса жыланның өзін мынаның астына беремін. Өтіп астынан келеді қырын. Осы жерге беруім көп, әлі берген жоқ. Бұны да бітірем. Әлі жұмыс көп болған екен. Істеу керек деп. Жұмыстың атын қалай қойғыңыз келіп отыр? Жұмыстың атын қалай қойғыңыз келіп отыр? Жұмыстың атын көреміз. Бұл жерде жаңағы қорқыттың күйі ма? Бірге дүние деген сияқты ма еді? Бірге дүние деген сияқты сол. Енді көреміз. Ол біткен кезде шығады ғой мынау ұқсап. Бірақ мен бұнағаннан негізі 2005 жылы анау жұмыс істеген мынаны бұруға істеп қойдым да, кейін бітіріп конкурста көрдім. Бізде қазақша анау болсын айтады, бірін-біріне тартады ғой негізі. Сенің жұмысың, еңбегің түкіргені бар ма? Дұрыс па, туған туысқан болғанда. лайк басыңдар, жігіттер.